Барлықтарыңызға сәлем. Мен қазір сіздерге 2023 жылы ИП төлейтін төлемдері, яғни платеждар туралы айтқым келеді. Оны қай банкпен төлесеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Маған ең ыңғайлысы ол Каспий приложениесі арқылы. Қазір сіздерге қалай төлейтінін көрсетемін. Ол үшін Каспий приложенияға кіресіздер, платежи дегенді басасыздар, все платежи дегенді басасыздар, штрафы налоги дегенді басасыздар, платежи для ИП деген таңдайсыздар, бірінші тұрған обязательный пенсионный взносы деген таңдайсыздар, периодты таңдайсыздар. Маған қазір февраль айына керек, мысалы иін дегенге өздеріңіз иіндеріңізді жазасыздар, немесе мына штрих-код тұрған жері бар ғой, соған просто удостоверенияларыңызды сканировать етуіңізге болады келесі жағын. Мен таңдадым, суммасын жазам. Бізде пенсионный взносы 7000 теңге 2023 жылы минимальный бойынша. Таңдайым. Пенсионка төленді. Келесі социальный отчислениені төлеу үшін тура солай штрафы налоги кіреміз. Платежи для ИП-ға кіресіздер, социальный отчисление өзін таңдайсыз. Периодына, мысалы, мен февральға таңдадым. Енді тересіздер. Сумма бізде 2450 теңге. Февраль айына төледік. Келесі страхование. Тура сол сияқты. Мұнда төртінші тұрған взносы на обязательное медицинское страхование деген кіресіздер. Периодты таңдайсыздар. 2023. Мына жерде иін тересіздер. Готово деген басасыздар, продолжить дегенді басасыздар. Мұнда сумма терудің қажеті жоқ, себебі Каспий приложение өздері сізге көрсетіп тұрады, яғни 4900 теңге төлеу керек. Продолжить деген басасыздар. 4900 теңге төленді. Енді бұл платеждарды қайта-қайта термеу үшін сіздер жай ғана историяға кіріп, келесі жолы мына төленген пенсионный взностың үстінен бассаңыздар, повторить платеж деп тұрады. Соны басып келесі жолы төлеулеріңізге болады. Назарларыңызға рахмет.